Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода бүйректегі тасты емдеу, оның пайда болу себебі туралы айтамыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүйректегі тас бүйректе тұрып қалған қатты химиялық қалдық. Негізінде бүйректе тас тұру қалыпты жағдай. Көбінесе ұсақ кішкене тас болады. Әрі дәретпен бірге оңай шығып кетеді. Бірақ бүйрек дұрыс жұмыс істемесе, не ағзаның қалыпты жұмысы бұзылса, бұл тас іріленіп кетеді. Кейбірі тіпті бұршақтың дәніндей болып кетуі мүмкін. Ауру осы жерде басталады. Бүйректе тұрып қалған тас үлкейе келе дәрет шығу жолдарын бітей бастайды. Оған дейін сіз бүйректе тас барын өзіңіз де білмейсіз. Бүйрекке барып тас болып тұрып қалатын ол кәдімгі минералдар. Соның ішінде кальций. Көбінесе кальций оксалатынан жиналады. Сонымен бүйректе тас тұрып қалмас үшін не істеу керек? Біріншіден, суды жеткілікті деңгейде ішу керек. Кейде ағза суға тоймай, сусырап, ұзақ жүріп қалса да, бүйректе тас пайда болуы мүмкін. Сондықтан дәретті сұйылту үшін, әрі бүйрекке жинала бастаған тұздарды шайып кету үшін суды жеткілікті деңгейде ішу керек. Күніне жоқ дегенде 10 стакан су ішкен дұрыс. Бірақ минералды суды емес, кәдімгі фильтрден өткен ауыз суды ішу керек. Екіншіден, кальций құрамдас тағамдарды жеу. Жоғарыда айтқанымыздай, көбінесе бүйректе тас болып тұрып қалатын дәл осы кальций. Ал ағзаға кальций өте қажет. Бірақ оны бүтіндей ішуге болмайды. Мәселен, биологиялық белсенді қоспада кальций бүтіндей болады. Сүт, ірімшік, йогурт, брокколи мен апельсинді азықтың құрамдас бөлігі болып қалады. Сондықтан кальцийді жеке ішпей, азық пен құрамдас тағаммен бірге ішу керек. Үшіншіден, оксалатты азайту. Оксалат кальциймен қосылып, бүйректе тас күйінде қатып қалады. Сондықтан бүйректе тас табылған жағдайда оксалат қосылған тағамдарды азайту керек. Бұған қызылша, шай мен кофе, жаңғақ пен шоколад, шпинат жатады. Төртіншіден, ас содасын аз пайдалану. Ас содасын, яғни натрийді қолдануды азайту қажет. Күніне 1500 мг жетеді. Натрий азайтса, дәреттегі кальцийдің де құрамы азаяды. Бесіншіден, ол ақуыз. Қызыл етті азырақ жеуге тырысу керек. Медицинада етті екі түрге бөліп қарастырады. Бірі ақ ет, екіншісі қызыл ет. Ақ етке құстың еті мен балықтың еті жатады. Ал қызыл етке малдың еті жатады. Бүйректе тас табылса, малдың етін азырақ жеу керек. Оның орнына калий көп, қызанақ пен бананды жеген жөн. Цитрусты жемістерге де жеген пайдалы. Келесі, ол семіздіктен арылу. Семіздік бүйректе тас тұрып қалуға келеді. Сондықтан артық салмақ сақтамауға тырысыңыз. Бүйректе тас бар екенін қалай білуге болады? Бүйректе тас барын көп адам білмей жатады. Жалпы бүйректе тас бар екендігінің белгілері ондағы тастың көлемі мен орналасуына тікелей байланысты. Мысалы, физикалық күш жұмсау немесе көп жүрген уақытта белдің тұсында ауырсынулар болуы мүмкін. Тек бүйрек тұсы сұғып ауырған сәтте ғана, немесе бүйректегі тас зәр шығарушы түтікке жылжыған сәтте ғана адамдар бүйректе тас бар екендігін біле бастайды. Ол кезде мынадай белгілер пайда болуы мүмкін. Біріншіден, бел тұсының іштің қатты түйіліп ауруы. Екіншіден, қан аралас зәр шығару. Үшіншіден, кіші дәретке әдеттегіден аз бару, бірақ кіші дәретке үнемі барғысы келетін күйге түсу. Келесі, дене температурасының көтерілуі және жүрек айну, құсу. Кейде тастың көлемі кішкентай болса, ол өздігінен зәр арқылы сыртқа шығуы мүмкін. Мұндай сәтте адамның денсаулығы бірден жақсарады. Алайда мұндай жағдайлар өте сирек болады. Сол себепті бүйректе тас болған уақытта ол бүйректің зәр шығару жолдарын бітеп, түрлі асқынуларға әкеп соқтырады. Бүйректегі тас несімен қауіпті болуы мүмкін? Бүйректе тас болудың ең басты белгісі әйелдерде цистит, ал ерлерде простатит сияқты болуы мүмкін. Сондықтан, бүйректе тас болса, науқас бірден емханаға барып, ультрадыбыстық тексеруден, рентген, клиникалық тексерулерден өтіп, зәр және қан талдамаларын тапсыруы тиіс. Жалпы, егер бүйректе тас болудың алғашқы белгілері байқалса, уақыт жоғалтуға болмайды, әрі өзін-өзі емдеумен айналысуға болмайды. Бүйректе тас не себепті пайда болады? Бүйректе тас пайда болудың себептері өте көп. Негізгілері мынадай. Біріншіден, ащы су, дұрыс тамақтанбау. Екіншіден, зәр шығару жүйесінің туа бітті аққаулары. Үшіншіден, генетикалық әдіспен берілу.
зәр шығару жүйесінің бұзылуы, және де антибиотиктердің кей түрлерін, яғни аспиринді көп мөлшерде ұзақ уақыт бойы ішу. Бүйректегі тас әдетте тұздың кей түрінің басым бөлігі жиналған сәтте бүйректе пайда болады. Бүйректегі тасты қалай емдейді? Бүйректен тас табылған кезде дәрігерлер төмендегі ем түрлерінің бірін таңдайды. Тастың өздігінен ағзадан шығуына көмектесетін медикаментозды емдеу. Тағы бір ескертетін жайт, бүйректі халықтық тәсілмен емдеу көп жағдайда айтарлықтай нәтиже бере бермейді. Ондай тәсілдер кейде тіпті бүйрекке зақым келтіруі мүмкін. Сол себепті ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеу тәсілі әлдеқайда тиімді. Ол үшін кез келген адам дұрыс тамақтанып, күн сайын жеткілікті су ішуі керек. Белсенді өмір салтын ұстануы тиіс. Сондай-ақ үнемі денсаулығын тексертіп отыруы керек. Бүйректегі тас және диета ұстау. Бүйректен тас табылған кезде диета ұстау маңызды. Себебі диагноз қойылғаннан кейін әркімнің денсаулық жағдайына байланысты дәрігер диета түрін жазып береді. Сондықтан диета ұстау арқылы бүйректе тас пайда болудың алдын алып қана қоймай, жалпы ағзаны пайдалы әрі дәруменге бай тағамдармен толықтыратын едік. Мысалы, оксалатты тастар бар болған жағдайда келесі тағамдармен қоректенуге кеңес беріледі. Майлы емес ет және балық етін жеу, көкөніс сорпасы мен рагу, қара нан, орамжапырақ түрлері, қияр және картоп, таза су мен жеміс шырыны. Сонымен бірге құрамында тұзы көп тағамдардан және оксалатты бар көкөністерден, яғни олар қызылша, жуа, бұршақ тұқымды көкөністер, кәді, цитрустық жемістер мен жидектерден бас тарту керек. Сонымен қатар құрамында зәр қышқылын өндіретін тұзы бар тағамдардан да бас тартуға тура келеді. Барлық консервіленген тағамдар, яғни ет тағамдары, шұжық өнімдері, тұздалған көкөністер, балық, шай мен кофе. Кейбір көкөністер шавель, сельдерей, спаржа, соя және шпинат. Сүт өнімдері, қияр, сәбіз, асқабақ, саңырауқұлақтар мен жемістерді, түрлі дақылдар мен нан өнімдерін жеуге рұқсат етіледі. Тәулігіне жеткілікті деңгейде су ішу. Ағзадағы әр мүшенің орны бөлек екенін әрдайым естен шығармау қажет. Сондықтан бүйрек жұмысына да баса мән берген абзал. Назар аударыңыздар, материал тек танымдық мақсатта ұсынылып отыр. Жоғарыда айтылған кеңестерді тек дәрігер рұқсатымен қолдануға боладынын естен шығармаңыз. Егер де бүгінгі видео сіздерге пайдалы болса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.